Экологики Казахстан разработал. 2021 жылғы 10 наурызда Қазақстан Республикасы экология, геология және табиғи ресурстар министрлігінің ресми сайтында жария талқылау үшін жасыл облигациялар және жасыл кредиттер арқылы қаржыландыруға жататын жасыл жобалардың таксономиясын бекіту туралы Қазақстан Республикасы үкіметі қаулысының жобасы жарияланды. Талқылау 2021 жылдың 29 наурызына дейін жалғасады. Қаулыны 2021 жылғы 1 шілдеден бастап қолданысқа енгізу жоспарлануда. Қаулы жобасына сәйкес жасыл таксономия қолданыстағы табиғи ресурстарды пайдалану тиімділігін арттыруға, қоршаған ортаға теріс әсер ету деңгейін төмендетуге, энергия тиімділігін, энергия үнемдеуді арттыруға, климаттың өзгеру салдарын жұмсартуға және климаттың өзгеруіне бейімделуге бағытталған экономикалық қызмет түрлерін, жобалар мен активтер санаттарын жіктеудің бірыңғай жүйесін білдіреді. Қазақстан Республикасында пайдалану үшін әзірленген жасыл таксономияның негізгі мақсаты ұлттық контекстке бейімделген қызмет түрлерін жіктеу ретінде қызмет ету, жасыл қаржыландыруда қолдану үшін жобалар мен активтер санаты, атап айтқанда жасыл облигацияларды шығару және жасыл кредиттерді беру процесінде қызмет ету болып табылады. Таксономия анықтаушы стандарт ретінде көп өлшемді экологиялық пайданы есепке алуды көздейді және жобаны жасыл ретінде анықтаған кезде парниктік газдар шығарындыларын азайту, ластану деңгейін азайту, ресурстарды консервациялау және экологияны қорғау бөлігінде экологиялық әсерлерге ерекше назар аударылуы тиіс. Сондай-ақ құжатта жасыл жобалар, жасыл облигациялар, жасыл қаржыландыру, жасыл несиелер және тағы басқа анықтамалары берілген. Атап айтқанда жасыл қаржыландыру жасыл жобаларды іске асыруға бағытталған және қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті орган айқындаған жасыл облигациялар, жасыл кредиттер және басқа да қаржы сияқты құралдардың көмегімен тартылатын инвестициялар ретінде айқындалады. Таксономия Қазақстан Республикасының экологиялық кодексінің талаптарын, жасыл экономикаға көшу тұжырымдамасын, сондай-ақ экологиялық әлеуметтік тәуекелдерді ескере отырып, инвестициялардың өсуін ынталандыратын және тұрақты даму міндеттеріне сәйкес келетін жаңа эталондық көрсеткіштерді ескере отырып әзірленді. Жасыл таксономия елеулі экологиялық пайдасы бар жобаларға бағытталған және жергілікті ерекшелікті ескере отырып белгіленген жобаларда жасыл жобаларға жатқызудың өлшем шарттарын егжей-тегжейлі түсіндіре және көрсете отырып оларды 8 санатқа, 28 секторға және 65 кіші секторға бөлуді көздейді. Таксономия келесі 8 санатты қамтиды. Бірінші, жаңартылатын энергия, жел, күн, геотермалдық, гидро, биоэнергия, жеткізілім тізбегі және жаңартылатын энергия үшін қосалқы инфрақұрылым. Екінші, энергия тиімділігі, қолданыстағы және жаңадан құрылатын өнеркәсіптік объектілерде энергия тиімділігін арттыру, коммуналдық секторда және мемлекеттік көрсетілетін қызметтерде энергия тиімділігін арттыру, энергия тиімді ғимараттар. Үшінші, жасыл ғимараттар, тиісті жүйелер мен құрылыс материалдарды жасыл инфрақұрылым. Төртінші, ластанудың алдын алу және бақылау, яғни ауа сапасы немесе топырақ. Бесінші, су мен қалдықтарды тұрақты пайдалану, суды тұрақты пайдалану және су үнемдеу, қалдықтар мен сарқынды сулар, ресурстарды сақтау және қалпына келтіру. Алтыншы, тұрақты ауыл шаруашылығы, жерді пайдалану, орман шаруашылығы, биоалуантүрлілікті сақтау және экологиялық туризм. Жетінші, таза көлік, төмен көміртекті көлік құралдары, таза көлік инфрақұрылымы немесе таза көлік акт. Сегізінші, аз ластанған энергия, көмірге балама көздер, энергия көзі ретінде қалдықтар және отынды ауыстыру. Таксономияда қызметі экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуішінің есепке алуды көздейтін ұйымдардың таксономияны қолдануын оңайлату мақсатында қызмет түрлері мен активтердің белгілі бір кіші секторына сәйкес келетін экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуішінің кодтары пайдаланылады. Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуішінің бір коды тауарлардың, көрсетілген қызметтердің және жұмыстардың көптеген түрлерін қамтуы мүмкін екенін, олардың барлығы осы таксономияға енгізілмегенін, сондай-ақ онда белгіленген шекті мәндерге сәйкестік, ондайлар болған жағдайда жобаларда жасыл деп жатқызудың шарты болып табылатынын назарға алған жөн. Еуропалық одақ таксономиясы. Екі жан-жақты қағидатқа негізделген елеулі үлес және елеулі зиянның болмауы, яғни Еуропалық одақ таксономиясына сәйкес болу үшін экономикалық қызмет кем дегенде экологиялық мақсаттардың біріне айтарлықтай үлес қосуы керек және зиян келтірмеуі керек. Сонымен қатар минималды әлеуметтік кепілдіктерге сәйкес келуі қажет. Таксономия инвесторлар мен компанияларға экологиялық таза қызметті анықтауға көмектеседі.
Таксономияда 67 қызмет түрін таңдау критерийлері бар. Барлық дерлік басқа экологиялық мақсаттарға айтарлықтай зиян келтірді деп бағаланды. Еуропалық одақ таксономиясы мыналарды қамтитын экономикалық қызметті анықтайды: өндіріс, ауыл шаруашылығы, көлік, құрылыс, электр энергиясын өндіру, су және қалдықтар, ақпараттық және коммуникациялық технологиялар, болашақта қосымша қызмет түрлері қосылады. Реттеу Еуропалық одақ жоспарына сәйкес ілгерілеген сайын тұрақты инвестицияларға сұраныс өседі. Бұл сұраныстың өсуінен пайда көргісі келетін компаниялар өздерінің іскерлік белсенділігі таксономияға қалай сәйкес келетінін көрсету үшін ерікті түрде ашуды тезірек енгізеді. Еуропалық одақтың қаржылық емес есептілік туралы директивасына сәйкес есеп беретін ірі листингтік компаниялар өзінің дамуы, нәтижелері, жағдайы және қоршаған ортаға байланысты әсері туралы ақпараттың ашуы тиіс. Іс жүзінде компанияларға айналым кірістерінің пайыздық үлесін немесе климаттың өзгеруіне байланысты ақпаратты ашуға қатысты таксономия үшін қолайлы қызметпен байланысты күрделі немесе операциялық шығыстарға инвестициялардың пайыздық үлесін көрсету ұсынылады. Мемлекеттік компаниялар айналымды қоршаған ортаға байланысты қызметтен және жалпы айналымның минималды пайызына сәйкес бөледі. Мысалы, алюминий өндіретін компания Еуропалық одақ таксономиясында белгіленген талаптарға жауап беретін жаңа алюминий шығаратын зауыт құрды. Жылдық қаржылық есепте компания төмен көміртекті зауытқа жатқызылуы мүмкін. Кірістерді бөледі және өзінің активтері мен міндеттемелерінің бөлігі ретінде тиісті күрделі шығындарды нақты жазады. Тұрақты даму туралы есепте компания жаңа зауыт таксономия критерийлеріне қалай сәйкес келетінін көрсетеді және айтарлықтай зиян келтірмейді деген бағалауға қатысты толық мәліметтерді ұсынады.